Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтындағы магазиндердің рейтингі және товарлардың рейтингі жайлы толық мәлімет беретін боламын. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Pinduoduo сайтына кіреміз. Сіздер фото арқылы іздеп тауып рейтингін көрсеңіздер болады. Болмаса осылай өзіңізге ұнаған товарлар шығып тұр ғой, осылай көрсеңіздер де болады. Ал енді кеттік. Ең бірінші товардың рейтингін анықтап көрейік. Ең бірінші мына бір товарға кірейік. Рейтингтің белгісі мына белгі. Дәл осы болса сізде басып көресіз. Міне товарлар. Именно сол товардың өзіне емес, соған ұқсас товарлардың рейтингін шығарып береді сізге. Соңғы 20 товардың рейтингін шығарып береді. Міне көрсеңіздер болады. Бұл жерде дегеніміз, мына сандар көрсетіліп тұрған мына сандар, бұл соңғы бір аптада қанша адам заказ берген, товар өткен, соларды көрсетіледі. Мына бірінші товарда 5815 адам уже заказ беріп алған соңғы бір аптада. Одан кейінгісі 5608. Осылай көре берсеңіздер болады. Ал енді мына бетті, мына кнопканы бассаңыздар, уже сол товарға ұқсас товарлар, комментарийлардың жақсы, жаман деген сияқты, кім көбірек комментарий жақсы алды деген сияқты топ, міне 3 белгісі тұр. Болмаса бұлда да 20. Соңғы 20 товарды көрсетіп береді сізге. Және тағы да товардың рейтингін білу үшін ең асты жағына түсеміз. Және осы жерде көрсетілген мына белгі. Осы жердегі товарларға да кіріп көрсеңіздер болады. Енді біз фруктте қоятын товарға кіріп көрейік. Міне топ көрсетіп тұр. 1, 2, 3 топ. Мына жердегі белгі соңғы бір аптада алынған адамдардың саны. Және мына белгіні бассаңыз, уже комментарийлар, жақсы комментарий алған товарлардың рейтингі. Ал енді магазиннің рейтингін былай байқаймыз. Қазір кез келген бір затқа кіріп көрсетейін сіздерге. Мына бір хит болып жатқан осы товарды көрейік. Мына жұлдызшаға кіріп көрсеңіздер болады. Бұл магазиннің рейтингі. 5 жұлдызша толық болып тұр. Заказ беріп алдыртсаңыздар болады. Мына белгі, бұл уже Pinduoduo сайттың өзі гарантия берген магазиндер, қаралған магазиндер осылай белгімен болып тұрады. Осы магазинге кіру арқылы қалаған заттарыңызды заказ берсеңіздер болады. Қазір тағы да сіздермен тағы да затқа кіріп рейтингін байқап көреміз. Ваза екен. Мінеке бұдан да 10 мыңнан аса адам заказ берген және 5 жұлдызды. Осы магазиннің өзіне де кіріп көріп заказ берсеңіздер болады. Мінеке неше түрлі вазалар. Әрине отзывтарына қалай келді деген сияқты барлығын міндетті түрде кіріп көріңіздер. Мына мен бір вазаны өзіме сохранить етіп қойған екем, жүрекшені басып. Келесі видеода мен сіздерге отзывты көруді көрсететін боламын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. YouTube каналға келген сұрақтардың біріне жауап ретінде видео түсіргім келіп жатыр. Трек-кодты қайдан қалай көреміз? Яғни біз берген заказымыздың, мысалы Pinduoduo сайтында заказ берсек, сол заказдың трек-кодын қалай аламыз? Мысалы кейбір карголар болады, сол трек-кодты енгізу арқылы қай жерге жетіп отырғанын көріп отыра алады. Ол үшін Pinduoduo сайтқа кіреміз, профильге кіреміз өзіміздің. Трек-код тек қана осы КамАЗдың үстіне өткен товарларда ғана шығады. Мына сағаттың үстінде тұрған, мысалы, мына товарларды мен жаңа ғана заказға жіберген болатынмын. Әлі ешқайсысы доставкаға кеткен жоқ. Ол жерлерден трек-код алмаймыз товардыкін. Ал мына жаққа КамАЗға өткен товарлардан трек-код уже ала аламыз. Мысалы, біреуіне кіріп көрсетейін мына товарға.
осы жерде трек-код дегеніміз астыңғы стрелканы басамыз, 7836 деп басталатын трек-код. Яғни кез келген өзіңіздің товарыңыздың жеке трек-коды болады осылай. Ол тек қана осы КамАЗға өткен товарларда ғана пайда болады. Осыны қасындағы батырманы басу арқылы копировать етеміз. Өзіңіздің жаңағыдай беріп жатқан каргоңызға енгізу үшін соны копировать етіп қандай товар екенін жазып енгізе берсеңіздер болады. Мен де өзімнің MyCargo'мда мысалы енгізіп қойғанмын қара аяқ киім, осы трек-код 7836 уже на границе болып тұр. Pinduoduo сайтында шок жаңалықтың бірімен бөлісетін боламын. Бір жағынан лайфхак десе де болады. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз, себебі көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. Pinduoduo сайтынан кейбір заттарды сіздер іздеген кезде арзан бағасын көріп, например, заказ беруге асықпаңыздар. Себебі мен сіздерге айта өтейін, бұл Pinduoduo сайтында яғни қолданыста болған заттар да сатылады. Бағасы арзан екен басқаларға қарағанда деп заказ беріп жібермеңіздер. Міндетті түрде описаниясын оқып барып заказ беріңіздер. Ал ендеше біреуіне кіріп көрсетем, бушный товар қалай болатынын. Мен алдын ала осыларды көрдім, сол товарды қазір сіздерге көрсетемін. Мына телефонда, мына белгі, кез келген затта осындай белгіні көретін болсаңыздар, бұл уже қолданыста болған деген мағынаны білдіреді. Сол себепті де ешқандай асықпай заказ берердің алдында міндетті түрде отзывға қарап, описаниясын оқып, аударуға ешқашан ерінбеңіздер. Міндетті түрде скрин жасап, аударып барып заказ берсеңіздер өздеріңізге жақсы. Және продавецке де жазып анықтап алсаңыздар тіпті керемет болады. Пайдалы ақпарат болды деп сенемін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.